Сәлем бердік тыңдармандар. Бүгінгі түс жору шығарылымда қайтыс болған әжеңізді көрсеңіз мұсылманша түс жоруда қалай жорылады? Әжеміз бәрімізге ең жақын адамдардың бірі екені даусыз. Бұл оның ерекше нәзіктігіне байланысты, өйткені біз оны үнемі сағынып жүрміз. Сондықтан ол бізді тастап қайтыс болса, біз қатты қайғырамыз және ауыр азап. Бірақ Құдай тағала әр түрлі жағдайларда түсінде әжені көру арқылы өтейді. Біз оны көруге ыңғайлы болуымыз үшін, сондай-ақ біз өміріміздегі кейбір маңызды нәрселерге назар аударамыз және бұл жағдайлардың түсіндірілетінін байқаймыз. Мақалада құрметті ғалымдар. Көру, көріпкелдің қайтыс болған әжесіне деген сағынышы, әсіресе егер ол бұрыннан туысқан болса және онымен үнемі бірге болса, және егер түс көруші әжесін қайта тірілткенін көрсе, бұл оның үлкен еңбекқорлығын көрсетеді. Ол қалаған армандары мен ұмтылыстарына жету, бірақ егер әжесі қайғылы болса, және ол нашар көрінеді, сондықтан армандаушы Раббысына өте жақын болып, әрдайым оған мейірімділік пен кешірім сұрап дұға етуі және барлық күнәларына өкінуі керек. Әжені жақсы кейіпте көру жамандықтың белгісі емес, керісінше, бұл түс көрушінің әділдігін, иманының қарқындылығын және Раббысын барлық жағынан разы етуге ұмтылуын білдіреді. Сондықтан ол қалағанына қол жеткізеді және оны бақытты ететін және психологиялық жағынан өте жайлы сезінетін тиісті табыспен қамтамасыз ететін көптеген жобаларға кіреді. Біздің құрметті ғұламамыз Ибн Сирин түс көрудің мәні әженің сахнасына байланысты деп есептейді. Егер әже жаңа киім киіп көңілді болса, бұл түс көрушінің кәсіби қызметінде оны бақытты ететін тамаша жаңалықтар еститінін білдіреді. Және жеке өмірі, жұмыс саласында көп көтеріліп, Алла тағаланың рахымы мен жалақысы екі есеге өсетінін білдіреді. Армандаушы әжесі ауыр халде және қайғылы болды. Бұл оның жеңіліске ұшырайтын жобаларға кірісетінін білдіреді. Оны материалдық зиянға ұшыратады және бұл оның Раббысынан толық алыстауының нәтижесі. Сондықтан ол Раббысына бет бұрып, құлшылықтарына көңіл бөлуі керек және оның алдында міндетті түрде жақсылық табады. Түс көрушінің әжесінің күлкісі, оның салихалығының, тақуалығының және Раббысының қасында үлкен дәрежеге жеткізген игі істерінің күшті дәлелі болса, бұл жерде аян оның осы пайдалы істерді ешбір немқұрайлықпен атқара беруіне ынталандыру болып табылады. Сонда ол көтерілуі мүмкін. Оның дүниедегі және ақыреттегі мәртебесін арттырып, тақуалардан бол. Әжені көру мол бақыт, сондықтан түсінде оның күлімсіреп тұрғанын көрсе, бұл қуаныш пен бақыттың жақындап келе жатқанын және жақын күндері оның құда түсуінің жақындап келе жатқанын білдіреді. Біз әженің түс көрушінің бөлмесінде ұйықтауы дәлел деп білеміз. Жақсы компания және жұмыста толық тұрақтылық. Бақытты әженің көруі емтихандарды өте жақсы тапсырып, армандаушы қалаған және жетуге ұмтылған оқу орнына түсуге нұсқайды. Бұл жерде түс көруші Алла тағаланы мадақтап, оған мойынсұнып, қандай жағдай болса да оған мойынсұнбау керек. Бұл армандаушыға күйеуі мен үлкен бақыт туралы жақсы хабар береді. Егер әже ұйықтап жатса, бұл оның жақын жүктілігін көрсетеді. Бұл оны және күйеуін қатты қуантады. Өлген әженің түсінде жылауы туралы айтатын болсақ, бұл оны көрсетеді. Армандаушы күйеуімен біраз қиындықтар мен уайымдарды бастан кешіріп жатқанын және бұл жерде ол шыдамдылық танытып, осы қиындықтардан арылуға тырысуы керек. Мәселелер үлкенірек болмайынша жақсы болады. Содан кейін сіз оны жеңе алмайсыз. Оларды оңай. Әжеге бару ең бақытты көріністердің бірі, өйткені бұл армандаушы немесе күйеуі үшін жұмыста жоғарылаудың жақындап келе жатқанын білдіреді. Және бұл оны тамаша қаржылық жағдайда өмір сүреді. Бұл оны өте бақытты етеді, жақсы және жүгірмеу. Тағы да осындай мәселелерге тап болды. Әжені жақсы кейіпте көру әжесімен түс көрушінің де бақытының дәлелі, өйткені аян марқұмның Раббысының алдында қандай тамаша мәртебеге ие екенін білдіреді. Түс көрушінің қыз туылғанына дәлел. Әжейдің жылауы үшін бұл армандаушының жүктілік және босану кезінде шаршауына әкеледі. Сондықтан ол қандай жағдай болса да дұғадан бас тартпауы керек. Егер ажырасқан әйел түсінде әжесін күлімсіреп тұрғанын көрсе, бұл оның оған әлемдердің Раббысынан жеңілдік және жақсы күйеумен тұрақтылық болатын бұрынғы өмірінен әдемі және басқаша өмір сүруді уәде еткенін білдіреді. Оның орнын сүйіспеншілікпен, бақытпен және тұрақты жайлылықпен толтыратын және оның өмірі бұрынғыдан әлдеқайда жақсы, табысты жұмыс және алаңсыз өмір. Және проблемалар. Түс көруші үшін жақсы белгі екенін білеміз. Егер ол бұрынғы күйеуінен өз құқығын ала алмаса, онда бұл арман оның жеңіске жетуін және өзінің толық құқықтарын кемшіліктерсіз және онымен келіспеушіліктердің аяқталуын білдіреді. Бұрынғы күйеуі, сондықтан ол Раббысын жомарттығы, бергендігі, жайлылығы және тұрақтылығы үшін мадақтауы керек.
Аян үйінің есігіндегі адамға бақыттың келгенін хабарлайды. Әсіресе әжесі оған сыйлық немесе ақша берсе, және ол қуанып, риза болған кезде онымен қол алысса, ал егер әже одан тамақ сұраса, онда армандаушы Раббысының алдында сауап алуы және мәртебесі көтерілуі үшін оған садақа беру туралы қамқорлық жасауы керек. Түсінде әжеге қолын тигізу, бақыт пен жақсылық. Егер армандаушы әжесін аңсағандықтан оған тиісуге ұмтылса, бұл оның қауіпсіздік пен жайлылық тұрғысынан оның бақытты, тыныш, қиындықсыз өмір сүруінің айқын дәлелі. Бұл арман оның уайымдары мен қиыншылықтары қанша болса да жеңіп, Алла тағаланың рахымы арқылы кез келген жамандықтан құтылудың жақындап келе жатқанын, сондай-ақ оның жақын арада және бақытты неке болатынын сүйіншілейтінін көреміз. Көру бақытты емес, өйткені ол әженің ақыреттегі ыңғайсыздығын немесе оның отбасы мен туыстарының дұғасына немқұрайлы қарауын қоса алғанда көптеген алаңдататын мағыналарды көрсетеді. Сондықтан армандаушы оған көп садақа беріп, дұғасында үнемі дұға етуі керек. Раббысының қасында сіз қалаған мәртебеге жеткенге дейін, ол оның барлық отбасы мен туыстарына мейірім мен кешірім беруі керек. Түс көрушінің бірнеше дұрыс емес жолдармен кіруіне әкеліп соғатынын байқаймыз. Бұл оны көптеген мәселелер мен дағдарыстарға қосуға мәжбүр етеді. Егер әже ауруынан айығып кетсе, армандаушы барлық проблемаларынан құтылып, қолайлы жерде өмір сүре алады. Зиянсыз немесе күйзеліссіз тыныш отбасылық атмосфера. Түс көруші көрген түсінің мәнін жақсы түсінуі керек. Өйткені бұл түс көрушінің өмірінде жасайтын кейбір қатестерін ескерту. Ол оны үнемі садақа беріп, Раббысынан қайтыс болған әжесі үшін мейірім мен кешірім тілейді. Және оны ешқашан ұмытпайды. Түс көруші бір жобаны ойлап, осы түс көрген болса, дереу одан қайтып, арсыздық пен күнә жасамау керек. Керісінше, әрқашан Раббысынан кешірім сұрап, шайтанның сыбдырына берілмеуі керек. Орын алады. Көрініс, салдарлар мен дағдарыстарсыз берекелі болашақты хабарлайтын бақытты армандардың бірі, қол сүю, махаббат пен ризашылықтың белгісі екені даусыз. Сондықтан аян армандаушының өміріндегі және оның өміріндегі бақытының көрсеткіші. Келешегі дұшпандардың ізіне түспей, табыс пен тамаша жетістіктерге толы. Түс көрушінің бақытты өмірін білдіреді, өйткені ол өз өмірін жайлы, қауіпсіз және әлемдердің Раббысынан жасыру үшін өмір сүру үшін оған зиян келтіретін барлық нәрселерден бас тартады. Сондай-ақ бұл көрініс түс көрушінің жаңа жобаларды ашатынын көрсететінін байқаймыз. Бұл оның қажеттіліктерін қарызсыз толық қамтамасыз етеді. Түс көруші бұл түсті көргенде өзіне жеңіл ету керек. Түстің мазасыздану, шатасушылық тудыратыны сөзсіз, бірақ көргенде көп дұға жасап, немқұрайлылық танытпау керек, және ол кездескен келіспеушілікті тоқтатуы керек. Раббысы разы болғанға дейін оның отбасымен немесе достарымен бірге. Сонымен қатар біз түсінде бұл армандаушының әжесіне деген сағынышын және оны көргісі келетінін білдіруі мүмкін. Сондықтан ол оны түсінде оны алып бара жатқанда көреді. Көрініс түс көрушінің жоғары мәртебесін, ерекшелігін, оның барлық адамдар арасындағы атақ даңқын білдіреді. Бұл оны жақсы психологиялық күйде етеді. Егер атасы онымен қуанышты сөздермен сөйлессе, бұл оның барлық тілектеріне қол жеткізгенін және оның бар екенін көрсетеді. Қайта ешбір зиянға ұшырамайды, өйткені табыс әлемдердің Раббысынан. Бірақ жаман сөз айтса, түс көруші күнә мен күнәдан аулақ болып, басқалардың өміріне араласпай, өз өміріне қамқорлық жасауы керек. Күліп тұрған әжені көру, қиналғанға құтқарылу, азғынға әділдік, қиналғанға бақыт. Өйткені аян түс көруші үшін өмірлік арқау. Егер түс көруші қиын сынақтан өтіп, бұл түс көрген болса, онда ол мұны білуі керек. Раббының әміріне сабыр етіп, оны қанағаттандыру үшін әр түрлі әрекеттер жасауының арқасында Алланың жеңілдігі жақын және оған зиян келтіретін барлық нәрселерден және өте қысқа мерзімде құтылатынын. Түсіндегі әженің күлкісі сәттілік, бақыт және тұрақтылық, онда оның жоғары лауазымы және пайдалы жұмысы бар. Түсімде қайтыс болған әжені маған қағаз ақша беріп жатқанын көру, молшылық пен жақсылықты білдіреді, және армандаушының өмірде мақсатына жететінін білдіреді. Бұл арман сондай-ақ жасалған әрекеттер туралы ескерту, және күнәға қарсы ескерту болуы мүмкін. Бұл арманның түсіндірмесі түс көрушінің жағдайына және оның әлеуметтік жағдайына байланысты өзгереді. Өлген әженің түс көрушіге ақша беріп жатқанын көру оның сол кезеңде кездесетін қаржылық дағдарысының аяқталатынын көрсетеді. Түсінде қайтыс болған әжемнің бізге қонаққа келуін армандау адамдар арасында жиі кездесетін нәрсе және оның көптеген мағыналары бар. Бұл армандаушының қайтыс болған әжесін қолдау қажеттілігін білдіруі, немесе оның қазіргі психологиялық жағдайын көрсетуі мүмкін, немесе қиын кезеңнен кейін тыныштық пен сенімділікті білдіруі мүмкін.
Бірақ тұтастай алғанда қайтыс болған әженің арманы армандаушыға отбасы мүшелерінің маңыздылығын және олардың біздің өміріміздегі маңызды рөлдерін, тіпті олар бізді тастап кеткеннен кейін де еске салады. Сондықтан армандаушы өзінің сезімдері туралы ойланып, қайтыс болған әжесі үшін рахым мен кешірім сұрағанды жөн көреді. Түсінде қайтыс болған әжемнің шашын тарағанын көру марқұм әжемге деген сүйіспеншілік пен сағыныш сезімін білдіреді. Сондай-ақ бұл намаз оқу және зекет беру қажеттілігін білдіруі мүмкін. Егер әжейдің шашы жұмсақ болса, бұл арманшының Алла қаласа алатын жақсы нәрселерін көрсетуі мүмкін. Егер немеренің шашы түсінде таралса, бұл армандаушының сол кезеңде сезінетін психологиялық жайлылығын білдіруі мүмкін. Түсінде өлген адамды көріп, шашын тараған кезде, бұл оның намаз оқып, садақа беру қажеттілігінің дәлелі болуы мүмкін. Осымен бүгінгі түс жору шығарылым аяқталды. Каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Келесі түс жору шығарылымдарда кездескенше.